Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайтпеген жадыра. Бүгінгі практикалық жұмыста осындай кітаптың беті парақталып жатқан секілді көрінетін презентацияның жасалу жолын үйренетін боламыз. Егер де видео қызықтырса, соңына дейін көріңіздер. Достарыңызбен бөлісіп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де егер де видео соңында сұрақтарыңыз болса, пікірге қалдыра кетсеңіздер болады. Ал басқа да практикалық жұмыстарды көру үшін описание бөліміндегі PowerPoint деген плейлисттің сілтемесіне өтсеңіздер болады. Ал егерде бұнда практикалық жұмыстарымды қызықсыз, пайдасыз деп есептесеңіздер, оны да комментарий бөліміне қалдыра кетсеңіздер деймін. Себебі алдағы уақытта бұнда практикалық жұмыстарды қайталап шығарудың қажеті бар немесе жоқ екенін сіздердің пікірлеріңіз арқылы біліп отырамын. Енді қазір вставка бөліміне өтеміз. Осы жерден рисунки, это устройство деген жерден бізге керекті кітаптың суретін басамыз да, вставить дегенді басамыз. Мен бұл кітаптың артында негізі аппақ фон тұрған, оның артында ақ фонды өшіріп тастап, тек кітаптың өзін, яғни PNG форматта жүктеп алдым. Себебі мына бетті парақтаған кезде сол жағы артындағы ақ фоны да бірге парақталып кетеді, сол үшін өшіруге тура келді. Мышканың оң жағын бірінші слайдқа барып басып, дублировать слайд деп, екінші слайд бетін осылай дайындап алып, яғни жалпы сіздерге қанша бет керек, соның барлығын осылай дайындап алып, әрбір бетке керекті ақпаратыңызды енгізе қоясыздар. Мінекей мен мына жерде енді мысал ретінде болғандықтан жай тексттермен суреттерді осылай қойып шықтым және екі бет парақ қойдым. Өйткені қанша бет болса да жасалатын жұмыстардың барлығы бірдей. Мінекей беттерім дайын. Енді мына сол жақ шеттегі мына екі слайдты да белгілеп аламыз. Ctrl-A комбинациясын пайдаланамыз. Және де жоғарыдағы переходы деген жерден мінекей оң жақтағы төмен қарап тұрған стрелканы бассаңыздар, барлық переходтың түрі шығады. Осы жерден перелистывание страницы деген бар. Мінекей осы переходты таңдасаңыздар, мінекей бетті как будто парақтап атқан секілді осындай переход жасалынады. Мінекей осындай әдемі креативті презентация шығудың ең басты фишкасы, бар секреті осы переходта. Өздеріңіздің сабақтарыңызға, үлкен жобаларыңызға осындай презентация жасап ерекшеленсеңіздер болады. Егер де видео ұнаған болса, онда лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеле кетіңіздер. Өте құнды, пайдалы ақпараттар өте көп. Әсіресе мұғалімдерге керекті сайттар, түрлі ойын платформалары барлығы бар. Көріп шықсаңыздар болады. Осы YouTube каналыма шығатын барлық видеоларды алдын ала инста парақшамда хабарлап отырамын. Және де каналыма шыққаннан кейін сілтемесінде сол жерге қалдырып, үнемі менің оқырмандарыммен бөлісіп отырамын. Егер де алдын ала шығатын видеолардан хабардар болғыңыз келсе, және де түрлі лайфхактарды бірлеп көріп үйренгіңіз келсе, онда менің описание бөлімінде тұрған инста парақшам сілтемесіне өтіп, парақшама тіркеле кетіңіздер.